Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Біз Астана онлайн жобасы аясындағы іс-шараларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бұл жоба Астана қаласы ішкі саясат басқармасы мен Серпін әлеуметтік даму ұлттық қоры арасындағы келісім аясында өткізіліп отыр. Бүгінгі біздің іс-шара ақпараттық пікірталас кездесу деп айтылады. Бұның тақырыбы кітап оқу дәстүрі ескірді ме? Немесе абайға қайта оралайық деген өте бір қызық тақырыпты таңдап алдық. Бұлай қарағанда кітап оқу дәстүрі, кітап оқу мәдениеті мен абай шығармашылығының арасында қандай байланыс бар деген сұрақ бірден туындауы мүмкін. Оны біз әңгіме барысында айтамыз деп ойлаймын. Келесі слайд көрсетіп жіберсеңіз. Менің аты-жөнім Әділхан Төлеуұлы Дүйсебек, осы жобаның жетекшісімін, Ұлттық құндылықтар академиясы республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасымын. Бүгінгі қонақтарымызды қазір таныстырмас бұрын бір-екі сіздердің назарларыңызға ақпаратты ұсынсам деп отырмын. Ең бірінші біздің бүгінгі әңгіменің тақырыбының бірінші бөлігі ол кітап оқу мәдениеті туралы. Қазіргі цифрлық ақпараттық жасанды интеллект қоғамында кітап оқу деген жалпы дәстүрдің ескіріп кеткен жоқ па? Оның қажеттілігі бар ма? Біз цифрлық кітаптарға көшіп жатырмыз, цифрлық ресурстарды пайдаланып жатырмыз. Сондықтан осы бір әурешілік емес пе деген сияқты да күмәнді сұрақтар болуы мүмкін. Бірақ қарап отырсаңыздар слайдта ең мықты дамыған елдер қай жерде сол цифрлық технологиялардың отаны деп айтуға болады. Ең мықты дамыған Америка құрама штаты кітап оқу жағынан әлемде бірінші орын екен. Біз енді көпшілігіміз батыс сол кітап оқымайды, бәрі жаңағы цифрлық әлемнің соңында ішінде кетіп қалған виртуалды әлемнің деп ойлаймыз ғой. Шын мәнінде Америка құрама штатында бір жаңағы белгілі бір зерттеулердің нәтижесі бойынша бір адам жылына 17 кітап оқиды екен. Өте көп, өте үлкен цифра. Мен өзім Америка құрама штатында болдым 2 ай. Шын мәнінде арнайы кітапханаға бардым. Таңғалғаным өте үлкен кітапханалар бар, және әрбір кішкентай қалашықтарда үлкен кітапханалар бар. 3 этажға дейін болады екен ғимараттары. Бірінші этажында кішкентай балаларға арналған кітаптар. Ана кітаптардың әдемілігінен, көпшілігінен көз сүрінеді деп айтуға болады. Және кішкентай балалар өте көп барады екен. Барлық комфорт жағдай жасап қойған, балалар отырағап, жатағап кітапты оқып атады, және кітаптардың сапасы өте тамаша, өте әртүрлі. Сондықтан кітап оқу үрдісі Америкада дамығандығын өз көзімен көрдім деп айтсам болады. Енді Үндістан, енді 1,5 миллиард халқы бар. Бұлай қарағанда бір экономикалық жағдайда онша емес, енді дамып келе жатқан ел ғой, бірақ цифрлық технология жағынан әлемдегі алдыңғы елдердің қатарында бұл елде де жаңағы Америкадан сәл ғана 16 кітап оқиды екен. Ұлыбритания, Great Britain дейміз, United Kingdom, бұл жерде де сондай. Франция, Италия, Ресей ең соңында келіп отыр. Қарап отырсаңыздар, осындай алпауыт елдерде кітап оқу дәстүрі әлі ескірмеген екен. Енді біздің Қазақстан туралы мәліметті мен өкінішке орай таба алмадым, бірақ жалпы біз бір-бірімізді сын көзбен қарайтын болсақ, кеңес үкіметі кезінде жалпы кеңес одағы ең кітапты көп оқитын ел деп аты болған. Енді дәл қазіргі кезде біз сол атақтан айырылып қалған шығармыз деп ойлаймын. Өйткені біз осы гаджеттердің соңында кетіп қалған сияқтымыз. Келесі слайдты көрсеңіз, бұл бір ақпарат енді. Сарбинас, келесі слайд. Енді жаңағы екі тақырыпты бір-бірімен біріктірсем деп отырмын. Бірінші, осы өздеріңіз білесіздер, жақында ғана президенттің 1081 қаулысымен Қазақстан Республикасының ішкі саясаттың негізгі қағидаттары, құндылықтары және бағыттары деген үлкен керемет құжат бекітілді. Осы құжатта құндылықтар айқындалып, қағидалар айқындалып, біздің идеологиялық дамуымыздың және жалпы ұлттық нышандар деген белгіленді. Сол нышандардың ішінде ұлттық кітап нышаны не деп жазылған?
Абайдың қара сөздері. Міне керемет. Яғни біз өзіміз Абайды туғып, біздің рухани көсеміміз қылып белгілеп отырмыз, және оның қара сөздері. Енді қара сөздердің ішіне оның философиясы, оның толық адам тұжырымы барлығы да кіреді. Келесі. Енді Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың осы 21-ші ғасырда Қазақстан деген керемет мақаласы шыққан, білесіздер. Ол 20-шы жылы шықты. Сол жерде мынандай сөз айтылған: Абайдың толық адам концепциясы шындап келгенде өміріміздің кез келген саласының мемлекетті басқару мен білім жүйесінің, бизнес пен отбасы институттарының негізгі тұғырына айналуы керек деген сөз. Яғни толық адам тұжырымдамасын біз өміріміздің барлық саласына енгізуіміз керек деген. Бұл бұрын соңды біздің жалпы ішкі саясатымызда, рухани бағыт-бағдарымызда бұндай ұстаным айтылған жоқ болатын. Ары қарай ол кісінің тағы да мынандай сөзін келтіруіміз керек деп ойлаймын. Толық адам деген сөз ағылшын тіліндегі a man of integrity, адал адам, жақсы адам түсінігіне сай келеді. Бұл тек өте ілкімді, өзіне сенімді, ізгілік пен жақсылыққа ұмтылатын адамдарға тән сипаттама. Қазір таралып жатқан осы ұғымда Абай сонау 19 ғасырдың өзінде түсіндіріп айтып кеткен екен деген сөз. Келісесіздер ме? Шын мәнінде солай. Сондықтан бүгін мынау әңгімеміз кітап оқу мәдениеті туралы, оның ішінде Абайдың қара сөзі жаңағы біздің ұлттық нышанымыз болған Абайдың толық адамы, және біздің сөйлеу мәдениетіміз, біздің екінші бүгінгі спикеріміз осы туралы мынау сөз мәдениеті, оның ішінде таза сөйлеу, қазақ тілінде таза сөйлеу, қазақ тілінің қадір қасиетін білу туралы болады. Сондықтан мен қазір сіздерге осы кіріспеден кейін бүгінгі хабарымыздың, бүгінгі ақпараттық пікірталас алаңының екі спикерін таныстырайын. Нұра ауданы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының ұлағат әдеби бірлестігінің мүшесі, болмысты баптау Абай іліміне саяхат кітабының авторы Алданыш Нұрпейіс мырза. Алданыш мырза, біздің студиямызға шақырымызды қабыл алып келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Нұра ауданы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының ұлағат әдеби бірлестігінің екінші мүшесі, ерекше сөздік кітабының авторы Сансызбай Мұқанов. Міне Сансызбай Мұқанов мырзаның кітабы, міне Алданыш Нұрпейіс мырзаның кітабы. Бүгін осы екі кітап туралы айтатын боламыз. Қош келіпсіздер, құрметті спикерлер. Біздің енді хабарымызға қатысып отқан кісілер, бұл кісілерді біраз тыңдап алайық. Айтарлары бар шығар. Соның алдында енді мына слайдта да мен көрсете кетейін. Жалпы Абайдың толық адамын елдің бәрі, мына 5 жасар баладан бастап үлкен кісілерге дейін қазір жақсы жатқа біледі деп ойлаймын. Әйтеуір сөзін жатқа білеміз. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боларсың елден бөлек деп бәріміз жатқа айтамыз. Ұшақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп оны да айтамыз. Бірақ ішкі мән мағынасы қайда жатыр? Сондықтан бүгін осы мәселеге қалам сілтеген, былай қарағанда қарапайым солтүстік Қазақстан облысында мектеп мұғалім болған, ұстаз болған, көп жыл осы қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі, кейін зейнеткер жасына келгенде өзінің өмірлік жиған терген тәжірибесі, өзінің рухани байлығын осындай кітап ретінде жариялап отырған Алданыш Нұрпейіс мырза, сізге сөз берсек. Рахмет. Құрметті Астана онлайн пікірталас алаңына қатысушылар, арасында да бүгінгі күннің өзекті мәселесі кітап оқу мәселесі. Кітап оқу мәселесі әрине қазіргі кезде смартфон, әлеуметтік желі, қысқа видеолармен көргеннен кейін ұзақ кітаптар оқуға балалардың шыдамы жетпейді деген түсінік бар. Бірақ жақсы кітап болса неге оқымасын? Жақсы кітап егер адамды баурап алатын болса, өзіне қажет болса, қазіргі адамдардың көпшілігі іскер болғысы келеді, дәулетті тұрғысы келеді. Сол сияқты қоғамда бар жақсы қасиеттерді ойлана жинағысы келеді. Ендеше несі бар? Біз алдымызда үлкен неміз бар. Міне
президентіміздің әлгі айтқан сөзінде бар, міне әлеуметтік жауапкершілік қайткенді орында келеді. Әрине бұл оңай шаруа емес. Осы күрделі мәселенің шешімін толық адам формуласын іздеген жоқ дейді. Міне толық адам деген ағылшын тіліндегі MN of integrity, адал адам түсінігінде сай келеді екен. Бұл ілкімді, өзіне сенімді, ізгілік пен жақсылық ұмтылатын адамдарға тән сипаттама. Міне қазір тарап жатқан осынау ұғымда Абай 19 ғасырдың өзінде ақ түсіндіріп айтты дейді. Осы Абайдың толық адамы қазіргі біздің қоғамымызда қажет болып тұрған зару, қажет, көп адал адамдардың көбірек болса екен дейді. Міне осы ұғымға сәйкес келеді толық адамы. Сондықтан да әсіресе өйткені адал адам енді жастардан басталады. Жас кезінде мектеп оқушыларынан басталады. Өйткені қоғамның қозғаушы күшілері солар болу керек. Бастамашта солар болу керек. Өйткені олар жаңа Қазақстанның келбеті ғой. Сондықтан да міне адал адамдар деген ұғымды мен өзі осы мына кітабында өзімше түсіндіріп көрдім. Бұл Абайдың айтқаны. Сондықтан келесі міне Абай осылай айтты ғой, міне жақын адамның қасиеті ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Біз осы ыстық қайрат деген нұрлы ақыл, жылы жүрек дегеннің айналасында болды бұл кітабым. Осыларды қалай болады? Қайтсе осы адамның болмысы, жан дүниесі адамның. Адам осылай құралады осыдан. Егер адамның қайраты болмаса, ол алдына келген еш нәрсесін істей алмас еді. Егер ақылы болмаса, ол бағыт-бағдар ала алмайды. Істеген ісі оңбайды. Егер жылы жүрегі болмаса, мынаның бәрі істеген істерінің барлығы жамандыққа бұрылып кетеді дағы, жақсы нәтиже бермейді. Сондықтан да осы үшеуі бірге болса, бірлікте болса, бір-біріменен нетеді. Сол қалай біріктіре алады адам оны? Осы үшеуін қалай біріктіреді дейді. Келесіне қараңызшы. Сондықтан міне осының басын қосып, үшеуін жүрекке билет деп айтушы адамның ғылым екен дейді. Ғылым, білім. Осының басын қосатын үшеуінің. Егер адам баласы ғылым, білімге ұмтылатын болса, ғылым, білімнен өзіне нәр алатын болса, осы өміріне соны бағдар тұтатын болса, болады екен. Осы жерде келесін етіңіз. Міне, ғылым деген, осы жерде мен Абайдың ғылым, білімге деген махаббат қайдан келетінін ұқтым. Абайдың сөздерін, қара сөздерін талдасаңыз, міне, қараңыз, ең бірінші адам ғылым, білім табылса дейді, мектеп оқыса. Абайдың тұсында ондай өте сирек болды ғой мектептер. Міне, қазір міне табылса дейді, білмектің өзін дәулет білсең, ол екінші, дәулетті білсең. Сосын бір рахатшылық пайда болады дейді, соны білген сайын. Әр нәрсе бір ақпаратты білген сайын адамда рахатшылық пайда болады. Сол рахаттан батып құмарлық пайда болады. Осы құмарлықтан кейін сол бізге ғылым, білімге деген махаббат пайда болады міне. Сол махаббат пайда болған кезде адам баласы соны өзінің ішіне жайғастырып алады дейді, білімді. Қабылдайды дүниесімен, жан дүниесімен. Содан кейін барып адам мейірленеді. Егер солған мейірленетін болса, міне білім, ғылым тезірек жетеді. Осындай бір сатылары бар өзі, Абайдың айтқан. Ең бірінші адам баласына сол ақыл, қайрат, білімді басын қосу үшін білім керек. Білім керек. Осы жерде мен мынандай өзімнің ойымды емес, долбарды емес, біз кішкене кеңес үкіметінің тұсында ғылым деген сөзді кішкене басқаша түсіндірді. Ғылым дегенді мысалы жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін ғылым жолына түскен деп айтады. Бірақ олай емес. Абайдың түсінігінше менің ғылым деген ғылыми ой, ғылыми пікір. Адам баласы мысалы егер бала мысалы күшті болғысы келсе, ғылыми өзін денесін дамытудың ғылыми әдістеріне жүгіну керек. Жаттықтырушыға бару керек. Не болмаса әдеби оқу керек. Сол кезде ол қалай өзін денесін жаттықтыруға болады, өзін шынықтыруға болады сол жөнінен. Егер кез келгеннің әдісі ақылын емес, ғылыми дүниені түсінетін болсақ, біз дұрыс денеміз дұрыс қалыпқа түседі деп ойлаймын. Келесі. Міне, осын оқу. Осы Абайдың айтқан міне 31-ші қара сөзінде әгінде айттық.
жақсы адам болудың шарты білім алу. Міне білім алу үшін айтты ғой, көкірегі байлаулы берік болу керек. Сосын ниет, ықылас керек. Адам армандап, қиялдап, мақсаттап барса мектепке, осы кезде білім алады деп ойлаймын. Содан кейін екінші несі, түсіну керек, түсініп. Түсінген, оқыған мән мағынасын оқып, мазмұнын білу керек. Сол кезде адам көңілденеді кішкене. Қызығушылық пайда болады, өзіне ризашылық пайда болады, іштей болады. Қуанып қайтады мектептен. Қазіргі көп балалардан мектептен қуанып қайтқан балаларды көрсең, риза боласың. Өзіне өзі риза, бір ыстындырғандай, дүниені бір қиратып келгендей. Содан барып міне ғибрат алу, сосын. Ал мынау бесінші неде? Үйге берілген тапсырмаларды жеке өзі орындап отырса, бірнеше күннен кейін, бір күннен кейін, бірнеше күннен кейін бір мұғалімнің берген тапсырмасын орындап отырса, баланың білімді түсінгені, оны өз бетімен орындай алатыны. Енді осындай адам білім қуалады, арман қарай, деп ойлаймын. Сосын ең соңында біліктілік пайда болады адамда. Осы тармақты түсінсе балалар, осы жолында жүрсе, біліктілік дегеніміз кездегі әлгі нәрсені істей алады, оқып, түсініп, жүзеге асыра алады. Оқып, түсініп, сосын мән-мағынасын бойлап, сосын оны қолдана алады өміріне. Міне, бірінші шарты жақсы адам болудың, адал адам болудың. Келесі, міне, екінші шарты жылы жүрек. Мен енді жылы жүрек дегенде неге ұқтым? Әрине, жүрек ұғымы бұрынғы қазақ ұғымменен қазіргі ұғым кішкене келмейді. Өйткені міне, мынау нелердің, милардың, адамның миының ойына, адамның миы, мысалы міне, адамның сопақ миы жүрек соғу, тыныс алу, қан тамырын реттейді екен, өмірге қажетті үрдістер жауабы, мишық қимыл қозғалысы біледі. Адамның миының әртүрлі жерлері әртүрлі нелерге жауап береді. Сондықтан жүрек деген ұғым осы мидың жұмысы деп есептейміз, оғамыз қазіргі түсінікпен. Енді осының ішінде мынау саналы ой, шығармашылық ой, логикалық ой, бәрі оқу, білім, тәжірибе негізінде қалыптасады. Осының ішінде бізге бағынбайтыны, адамға бағынбайтын балаға мынау бейсаналы ой. Ол кішкентай кезінен қалыптасып қалған, кіріп алған әртүрлі ойлардан. Жай бір нәрсені көргенде кіре береді ақылымызға. Ішіне кіріп алып, ішімізге жайлайды, адамды билеп алады сосын. Сосын ол жетектеп жүгіртеді. Енді соған қарсы қолданатын қазіргіде неде келесі. Міне сыни тұрғыдан ойлау. Міне қазір мектептерде осыларды көп деп жүргізіп жатыр. Бұл өте қажет деп есептеймін. Осы рационалды ойлау, скептикалық ойлау, анализдеу. Мысалы міне қараңыздар, Абайдың баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп берме деп, логика парасатты ой. Парасатты ойлар көп. Енді ақыл сенбеңіз, бір іске келсеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім айтса мейлі сол айтты, ақылменен жеңсеңіз дейді. Бұл скептикалық ой. Яғни бір нәрсені кез келген айтылған ағымға ойға сене бермей, оны таразадан өткізу. Кейінгісі міне анализдеу, талдау. Қараңызшы міне, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз, мысалы талап, 5-еуін 5 асыл іс екенін көрсетіп тұр. 5 асыл істі талдап тұр, қандай екендігін. Осылай адам ойласа, нетпейді. Мен Арманға тағы келесін. Міне, сыни тұрғыдан ойлау деген, мысалы, адам баласы өзін басқара алады, тәрбиелеуге, өзін бақылауға, өзін түзетуге керек. Ең бастысы мынау қазіргі кезде кейбір балалардың түсіп қалатын стресске түсіп алады, әртүрлі уайымға беріліп кетеді. Мен осыларға қарсы осы ой тұрады деймін. Өйткені кез келген ойды сіз жақсылап талдасаңыз, кез келген ойды деп. Сондықтан мен өз кітабымда балаларға мынандай ұсыныс айттым. Егер кез келген ойымыз бар, неше түрлі ойымыз бар, бәрін сүзгіден өткізу керек, қайтадан таралау керек. Қайтадан, міне қазіргі түсінігімізбен, қанша түсінігімізбен. Біз адам баласы солай ғой, мысалы, жас кезіндегі түсінік бір, өсе келе тағы ойларын түзейді. Қартайған адам тағы да ойларын түзейді.
Мана ойлардың барды кейбіреуі қате, кейбіреуі дұрыс болған. Сондықтан осындай сыни тұрғыдан ойлау дегенді жақсы дамыта беру керек деп ойлаймын қазіргі кездегі. Әрмен қарай тағы бір несі, міне адам болудың нұрлы ақыл. Ақыл дегенімізді осының ішінде де бар екен. Тәжірибелік ақыл, ғылыми логикалық ақыл, эмоциялық ақыл, бұл ғылымдардың зерттегендері. Осының барлығы білім, ғылым, тәжірибе негізінде қалыптасады. А бізге тума ақыл кіріп алған. Кішкентай кезімізден бастап адам баласы ақыл болады ғой, ақыл қабылдасады. Осы міне тума ақыл қабілетті. Осы жерде мен балаларға айтатын нем, ақылым адам баласына ең жақыны әке шешенің ақылы. Осыны балалар тыңдайды. Оны қате кейбір адамдар айтады. Сондықтан әке шешесі барынша білген балаларын айту керек, үйрету керек дүниеде. Оның қаншалықты тәжірибесі бар. Одан әке шешеден артық ақыл ешкім айта алмайды. Басқа адамдікін тыңдай қою екі талай. Сондықтан ең жақсы ақыл әке шеше. Әсіресе бала есін білгеннен бастап қашан өзі 13-14 жасқа келгенге дейін балаларға ақыл айтып тастау керек. Бәрін үйрету керек. Одан кейін кеш болады, одан кейін балалардың көзі қалыптасады. Өзінің ойы, өзінің ақылы, білімі қалыптаса бастағаннан кейін ол өзінің пайда болады. Ол кезде ол көнбейді ақылға. Манағы оған дейінгі жинаған ақылының негізінде болмаса, оның ішінде келтіріп, түсіндіріп айта алатын ата-ана болса, әрине сөз жоқ, келтіре алады. Міне, сондықтан осы үш шарты адамның несі деп ойлаймын. Енді әрмен қарай міне ақыл, әке шешені құрметтесе ақыл өнегіден қаламыз. Ағамен тату болмаса ағалық көмектен қаламыз. Ұстаздан үйренбесең, көп ұстазбен тату болмаса білімнен қағылып қалады. Оны жақсы білесіз, ғылым қуудан. Апаны апа демесең қамқорлықтан, доспен дос бола алмасаң, достық ниеттен, дос көмегінен қыламыз. Бұл ақыл деп есептеймін. Осыны балалар білу керек. Келесі. Міне, болы ыстық қайрат. Қайрат дегенде мен адамның күш, қуат, жігер, талап деген үш бөлік түрінен қосындысынан тұрмын. Осылай енді ғылыми зерттелген, ғалымдардың айтқан негізі осы адамның қайрат дегеннің. Күшті білесіздер қайдан туады, қуат тамақтан болады, күш, спорт, қозғалыс, екеуі, жігер әрбір адамда болады. Енді талап деген бөлігін Абай атамыз 6 шартын айтады талаптың. Әр нәрсе талаптанушыларға. Сондықтан соны көрейік. Келесі. Міне, 6 түрлі шарты қойылады. Бірінші ізденіс болу керек, білуге құмарлық. Сосын бақастық. Бұл басым болу әдеті адамның. Адам болғаннан кейін біреуден артық болғысы кеп тұрады. Күш жинағаннан кейін күшті болғысы кеп тұрады. Білімді болған сайын мен білем, анау білмейді деп осыдан аулақ болуды да. Сосын пір тұту, білімді тұтыну, білімді пайдалану. Ол сөз жоқ, бәрі де пайдаланады. Кішкене адам баласы білгеннен кейін сол білімді пайдаланады. Осы бала кішкентай кезінен осыны пайдаланып үйренсе, әрсе ғылыми білімді, кез келген білімді пайдалану керек. Сосын білім ғылымды көбейтетін қаруларды айтады. Сөз талас өнеріне жетік болу, өз көзқарасыңды қорғау, табандылық. Осы жерде сөз таласын өзің білесіз, қазақ халқы сөзге өте мұқият, сөз таласа білген, айта білген, ол дәстүріміз бар әлі күнге шейін. Енді өз көзқарасында қорғаудағы табандылық керек. Абай әрине мынау несінде өзің істеп атқандарын білу керек. Міне. Сосын кетіп қалды, кетпеңіз. Төртіншісі ақыл кеселдерінен қашық болу. Әсіресе уайымсыз салғырттықтан болды. Сосын ақыл мен ғылым сауыты мінез болу керек. Бұларды білмек керек дейді. Білмей іздегенмен табылмас дейді. Егер осыларды болмаса баланың білім алу қиынға түседі. Білім игеру, дүниеде
бір нәрсені жетістікке жету қиын келеді. Осыларды балалар білген дейді. Дана абайымыз бізге бәрін айтып кетті. Тек қана соны жүзеге асыру деп ойлаймын. Міне қараңыздар, уайымсыздық қандай екенін. Арманға жүре беріңіз. Бұны қуа берсең, мен осы жерде міне ойыншы күлкішілдік дегенге не еткім келеді. Балалар осы ойыншы күлкішілдікке құмар. Мына жастық шағын көңіл көтеру, думан қызыққа көп бару, ойсыз күлкіге, әлгі анекдот айтып, ана қызықтап, ойсыз күлкі деп айтады. Мәнсіз ойын сауыққа әуестену, жеңілдіктен бос өмір, мінездің кемшілігі деген рас мінез керек екен адам баласына. Адамдың мінезін қалыптастыру керек баланың. Терең ойдың жоқтығы, өмірге, еңбекке, білім алуға, ғылым қууға салғырт қарауы, осының бәрі ойын күлкішілдік дейді. Күлкі дегенің абай айтады, міне өзінің 4-ші қара сөзінде. Күлкіге салыну өзі бір мастық дейді. Мас кісіден қапыл қателік көп кетеді. Шаруадан кетеді. Жұмысы алға баспайды. Ақылдан құр қалады, ұяттан құрлық дейді, айырылып қалады. Міне көп өте дейді. Мас сөйлегенде басың ауырады дейді. Бұл кісінің жеті осы дүниеде, ақыретте де басы ауырмай қалмайды. Яғни күлкіге салынып, мас болу дегенді түсініңіздер. Адам кейбір балалар өзінің адам болғаннан кейін өзінің көркіне мас болуы мүмкін, дәулетіне мас болады, жүріс-тұрысына мас болады. Әртүрлі мастықтың түрі. Абай осылардың бәрін айтып кеткен. Одан кейін оның бәрі жақсылықты болмайды, жақсылыққа жеткізбейді. Білім ала алмай қалады, өзінің бір қасиетін нете алмай қалады. Міне сондықтан осының барлығын жақсы бір-біріне сатылап айтып кетті. Мен осылай талдап көрсеткім келді кітапта балаларға. Міне негізгі келесі, міне қайғыға салыну дегенде, уайымдау, қайғыға салыну деген абайдың түсінігінде басқаша айтылады. Мысалы пайда қуу, соны уайымдап кету, пайданы. Пайда тұрса да қазір бар адамдарда. Мысалы қараңызшы, міне көкірек толғы қай кісінің өзінде билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, көзден жас болуға, тілден сөз болуға дейді. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді. Бірақ малды алып табу үшін, мал дегеніміз ақша, дүние, мүлік. Бұл кезде малмен есептелсе, қазір ақшамен, басқа құндылықтармен есептеледі. Міне соны қалайда табу. Енді оны табу үшін тіленшілікке, ұрлыққа, қулық сұмдыққа бару керек. Бәрі де оңай ақша тапқысы келеді көп адамдар. Сондықтан адамды өзінің жолынан тайдырып жібереді, жаман жолға шығып кетеді дағы, байқамай қалады адам, өзі қайда кетіп қалғанын. Міне нені осындай жаман нәрселер ғылым білім жолынан тайдырады адамды. Былай қарағанда бәрі жақсы сияқты, тамаша сияқты. Мас болу деген бір керемет сезім. Оны көп адам біледі, адамдар әзірде біледі. Бірақ осы сезімнің жетегінде жүре берсең, мүлде құрып кетесің. Көп құрып кеткендер де көп. Сондықтан осы жас ұрпақ ондайға салынбас екен дейміз. Молдеке, осымен бір үзіліс жасайық. Сіз бір шаршап қалған шығарсыз. Мынандай әңгімені айту оңай емес. Біздің тыңдаушыларымыз да ұйып тыңдап отыр. Біраз нәрсені оққан шығармыз. Енді ақпаратты бүкіл мына кітаптың бәрін айтып шықсаңыз, сонда бәрін игере алмай қалуыңыз мүмкін. Солай ғой. Сондықтан бір порциямен деп айтайық. Мынаның өзі көп әңгіме айтылды. Шынында да менің білгенім осы Абайдың толық адамын, Абайдың жалпы шығармашылығын зерттеген өте көп ғалым бар ғой. Енді біздің қазақтардың ішінде, жалпы түркі ғалымдардың ішінде де өте көп әлемдік зерттеуге түскен. Соның ішінде мен өзі Мекемтас Мырзахметұлын өте жақсы білем. Ол кісінің үйіне барып, батасын алып, дастарханнан дәм татып, бірге отырып сөйлескенбіз. Өкінішке орай сол бір жарты жылдан кейін қайтыс болды. Ол кісі Құдайға шүкір біраз жасқа келді. Енді өмірлік барлық ғылымын, барлық білімін осы Абайды зерттеуге арнаған кісі. Енді осы
аба зерттеушілердің ішіндегі енді үлкен ақсақал деп айтуға болады. Басқа да толып жатқан біраз зерттеушілерді білеміз, Ғарифолла есімді білеміз. Жастар бар, мына Абай университетінде біраз. Кеше ғана Ерлан Әсентайұлы Жиенбаев деген жас жігіт бар. Ол кеше ғана осы министр Жұлдыз Сүлейменовамен кездесіп шықты. Сонда тура осы Абайдың толық адамы айтып, соны жалпы білім беру жүйесіне енгізудің біраз ұсыныстар жасаған екен. Сондықтан бұл енді жақсы үрдіс, соның ішінде енді Алдекеңнің мына еңбегі ерекше деп айтқым келеді. Сұрақтарыңыз болса, сұрап сұхбаттасайық. Сіздерде қандай ой туды, қандай сұрақтар бар, содан кейін барып енді Сансызбай мырзаға көшеміз. Жаңағыңызды флешкеде бар ма? PDF? Сізге жібергем. Нені? PDF-ті. Жоқ, немен? Электронный вариант, кітаптың электронный вариант. Ол менде жоқ қой қазір. Сіз мына кімге, Сарбинасқа беруіңіз керек қой. Соны мына жерге экранға шығара аламыз ба дегенім ғой? Жоқ, өзіңізде бар ма? Бар. Соны берсеңізші. Бере беріңіз. Қалай лақтырайын? Сарбинасқа маған жіберіңізші онда. Оны ертерек істеу керек та. Сондықтан сұрақтарыңыз бар ма? Пікірлеріңіз қандай? Енді мына жерге жаңадан басқа бізде ұлағаттықтар көбін тақып аузадық қой. Иә. Енді жаңада келіп Микрофонға шығып айтыңызшы. Жоқ, қазір бұқа жай үзіліс. мен үзіліс. Жай әңгімелесіп отырмыз. Айта берсін деген ғой. Иә, микрофон естілтіп айтсаңыз. Иә, айта беру болды. Ималдырайық па? Аты-жөніңізді айтып, Иә, мен Рауза Әлиақбарқызы Исмурзина, осы Нұра ауданында Ұлағат әдеби бірлестігінің жетекшісімін. Енді бұл біздің екі азамат, екі мырзаның мынандай кереметтей кітаптарын біз кітап тұсаукесерін өткіздік өзіміздің Нұра ауданының актовый залында. Енді мен өзім былай қарап танысып шықтым. Жалпы өте кереметтей ауқымды жұмыс. Абай іліміне бару екінің бірінің қолынан келмейді. Соған қарамастан мына Алданыш мырза бұл кітабын көбіне жасөспірімдерге бағыттап жазған. Бірақ жасөспірімдер ғана емес, үлкен адамдар да оқыса ол артық емес. Өйткені Абайды толық білу, Абайдың толық адам екенін зерттеген адамдар көп. Соған қарамастан бұл кісі де енді қазіргі кезде жаңа өзіңіздер көріп отырсыздар, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты толық адамды айтып жатыр, соны көтеріп жатыр. Сондықтан мына Алданыш мырзаның кітабын жалпы мектеп оқулығына кіргізіп, әрі қарай насихаттаса екен деп ойлаймын мен. Жалпы осы біз ұлағатта өткізгенде кітап тұсаукесерін, енді мен сондай кереметтей қуандым. Осындай біздің ортамызда осындай білімді Алданыш мырза сияқты, Сансызбай мырза сияқты білімді кітап жазған адамдардың біздің ортамызда өздерінің жастарына қарамай ізденіп, оқып, оны жаңа халыққа жеткізгісі келген ниеттерін әрине біз құп. Сондықтан мен жетекші ретінде әлі де осы кітап насихаттай берсек екен. Бұл тек қана біз үлкен адамдар емес, оқушылардың, жаңағы студент жастардың да қолдарына тисе екен деп ойлаймын. Және кімнің Алданыш мырзаның кітабын Дүйсебек Әділхан Төлегенұлы да өзі оқып шығып, біздің жаңағы тұсаукесерімізге бұл кісі қатысқан. Ол кісіге де өте ұнады. Енді әр қарата сол баспаға тапсырыс жасаймыз, әрі қарай шығарамыз деген сияқты жақсы бізге бір үміт отын жандырып қойды. Ол жерде жаңағы Серпін деген ол кісінің бағдарламасы бойынша жастар келіп түсіріп кетті. Сондай жақсы жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Ал енді мына Сансызбай мырзаның кітабы ол да бір керемет ерекше кітап. Сөздік онда жарайды онда. Иә, сондықтан мына Алданыш мырзаның кітабын насихаттай жүріңіздер сіздер балаларыңызға, немерелеріңізге, студент жастарға, көршілеріңізге деген сияқты осындай бізде кереметтей кітап бар екен деп айта жүрсеңіздер екен деп ойлаймыз біз. Рахмет сізге, рахмет. Тағы да бір айтам, сұрақ қоям. Мына кітаптың мазмұны бойынша сұрақтар қоюға болады. Жоқ, мынаны Сарбинас потом это просто подготовьте.
мен бір ауыз айтқым келіп отыр. Осы жаңа айтылғанның ішінде мынау Сарбинас, можно вот нелерді бір слайдтарда 5-ші ма 6-ші ма слайд? Жоқ, сансыз алдан шағам. Сол жерде жалпы ары қарай назад. Ага. Стоп. Осы жерде. Келесі слайда. Мейлі жарай тұра берсеш. Осында анда көкірегі байлаулы берік болмақ деген сөз бар, білім алуға деген ниет, талап, арман, мақсат, қиялдау деген сөз бар, Қарасаңыздар, шынында да көкірегі байлаулы деген сөз көп адамға түсініксіз де болуы мүмкін. Абай атамыз не айтып жатыр дегенде, бұл енді менің түсінігімде жалпы білімді, қылымды жүрекпен ұғу, жүрекке соны құю деген сияқты мағынада ойлаймын. Ол кісінің бір 4 қатар шумақ өлеңі бар. Мынандай деген: ақылмен ойлап білген сөз, бойыңа жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз, бар тамырды қуалар дейді. Осы сөзді мен талай жерде енді дәріс оқимыз, ұстаздардың алдында соны айтам да, соны айтудан жалықпаймын. Қарасаңыз, бұл қазіргі осы біз айтып жүрген неше түрлі том-том монография жазып, диссертация қорғап жүрген кезде педагогикадан осыдан артқан педагогикалық ғылым жоқ менің түсінігімде. Ақылмен ойлап білген сөз, бойыңа жұқпас сырғанар дейді. Яғни ақылмен ойлап, ол ой, ол ақылмен, яғни былай қарағанда жаттанды білім сияқты бойыңа жұқпас сырғанар дейді. Ұмтылып қалады деген сөз бар, одан кейін жоқ, жаттап алдың ақылмен. Ал енді қараңызшы, ынталы жүрек сезген сөз дейді. Үшеуі де керемет сөз. Ынта деген міне айтып отқан. Ынта болмаса, одан кейін жүрек, жаңа айтылды, көкірекке байлау керек. Одан кейін сезген, сезім арқылы деген сөз, Яғни кез келген білім сезім тудырмаса адамда, ол ұмтылып қалуы мүмкін. Ал енді сезім туу деген сөз, оның жүрегіне жағып, көңіліне қонды деген сөз. Солай ғой, Сондай білім керек дейді. Ынталы жүрек сезген сөз, ары қарай одан да керемет, бар тамырды қуалар дейді. Ол не деген сөз? Қанға өтті деген сөз. Ол махаббатпен қабылдау дейсің? Махаббатпен қабылдау деген сөз, ол қанға барып, қонып, енді ол бір адамның жаңа құндылығына айналды деген сөз. Солай ма? Яғни Абайдың философиясы нағыз педагогиканың ешқандай диссертацияңыздың қажеті жоқ. Кез келген мұғалім осы қағиданы іске асыратын болса, яғни баланың біріншіден жай жаттанды емес, оның ынта ықыласын ашатын болса, сезімін оятатын болса, оның жүрегіне нұр қылып құятын болса, ол оның қан тамырына өтіп, оның өмір бақи пайдаланатын құндылығына құнды білімгені. Солай ма Алдеке? Дұрыс айтасыз. Міне айтып отқан жүрекке байлау деген сөз сол. Жүрекке байлау. Одан кейін де тұшыну да соның ішіне кіреді. Көңілдену, жаңағы сезім деген көңілдену ғой. Адам көңілі жаман болып отса, қаяқтан білім болмайды, қонбайды. Сондықтан көңілін көтере білу керек. Жаңағы сезім туса, әдемі сезім болса, онда ол көңілденеді, оны қабылдайды, тұшынады. Сол сияқты Ыбырай Алтынсарин атамыздың айтқаны, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық дейді. Алдыға солай ғой? Ықылас, ынта жеңін, талап бәрі сол. Сосын тоқылық, ол оқылық деп тұрған жоқ, тоқылық деп тұр. Тоқу деген жаңағы жүрекке байлау деген сөз. Міне біздің ұлы ұстаздарымыздың әңгімесінің пайым парасаты. Осылай, Алдеке солай ма? Сондықтан сіз мұнарада мынау көкірекке байлау, тұшыну, көңілдену, ғибрат алу дегеннің бәрі осы жерде тұр екен көріп отырсыз. Ол кісі Алдеке осының бәрін ашып айтып беріп отыр. Сондықтан міне
тамаша осы кітаптың ішіндегі нәрселер.